Мінекей біздің бағдарламамызға өзіміздің әріптесіміз Айнұр Асанберді келіп қалыпты. Бетіндегі загарына қараған кезде жақында ғана шетелден келген сияқты. Сәлем, қош келдің. Айнұр ханым, қош келдіңіз студиямызға. Бүгінгі мерекемен сізді де құттықтаймыз. Елордамыздың 20 жылдығы құтты болсын. Рахмет, қыздар. Сіздерге арнап дәмді, тәтті өзіңіз сияқты әдемі сэндвич дайындадық. Сіз ас үйде көп уақытыңызды өткізесіз, өзіңіздің отбасыңызға, кішкентайларыңызға арнап дәмді тағамдарды жасағанды ұнатасыз. Жалпы таңертеңгісін күндіз түсте қалай еркелетесіз? Осы ас үйде қандай тағамдармен? Жалпы енді таңертең біз көбінде кашаға көңіл бөлеміз. Ботқа жасауға тырысамыз. Өйткені балаларға ол күнделікті күш қуат береді күні бойына. Яғни углеводтарды көп жемеу үшін біз ең басы белок, жұмыртқа, омлет. Ал не себепті көмірсуды қоспайсыздар? Өз басым мен көмірсуды өте жақсы көремін. Көмірсу негізінен күш қуат бермейді. Ол көбінде қарынның тоқтығын ғана қамтамасыз етеді. Сондықтан қуатты болу үшін біз көбінде көмірсулардан гөрі белок және де ақуыздарды пайдаланған. Сөзіңізге қарағанда сіз және де отбасыңыз дұрыс тамақтануды ұстанасыздар, иә? Ұстануға тырысамыз. Енді біз қазақпыз, біз үшін асылған ет, қамырмен ол басты тағам. Қай жерге барсақ та біз сол тағамды іздеп тұрамыз. Айнұр, негізі үйде бұл жағдайдың барлығын жасауға болады. Шетелге шыққан кезде алдыңыздан ешкім сұрамайды. Мынаны былай жасадық деп, иә, расыменде? Дұрыс айтасыз. Біз шетелге барған кезде балалармен барсақ, өйткені біз бөлеміз. Қай жерге балалармен баруға болады, ал қай жерге балаларсыз бару керек. Өйткені, мәселен, Тай елінде балаларға тамақ табу өте қиын. Не себепті? Олардың тағамдары біздікінен өте үлкен айырмашылықта. Олар барғаннан кейін балалар, мәселен, мынау судан шыққан креветке, балық, олардың бәрі бізге таңсық болып жатады. Әрине балықты біз жейміз, дегенмен таңсық болып жатады. Сондықтан біз көбінде Түркия еліне баруға орамыз. Түркия елі өзімізге ұқсас қой. Тауығы да бар. Мынау Араб елдері, Шарм-эль-Шейх, ол жердің барлығында қазір тағамдар европалық үлгіде жасалды. Айнұр ханым, студиямызға өтіңіз, жоғары қарай шығыңыз, жайғасыңыз. Қазір біз сәлден кейін әңгімемізді одан сайын қыздыра түсеміз. Сіз деген көптеген мемлекеттерге, шетелге саяхатқа жиі шығып тұрасыз. Осы жайында біздің көрерменмен бөлісер кеңестеріңіз өте көп. Әрине, енді шетелге шыққан жақсы, ол біріншіден миды тынықтырады, екіншіден біз ол жақтан өте көп ақпарат аламыз. Лайв студияның төрінде танымал тележүргізуші, журналист, кәсіпкер, нумеролог ханым Айнұр баланың анасы. Айнұр Асанберді. Айнұр ханым, енді сіз армандар орындалады тақырыбына байланысты сізден артық ешкім айта алмас. Өйткені осы күнге дейін көптеген армандарыңыз орындалды. Оған біз куәгер болып жүрміз. Шетелге көп шығасыз, саяхаттайсыз. Қай мемлекеттен басталды осы саяхаттауыңыз? Әдеттегіде түрік елінен. Түрік елінен, ол кезде мен студентпін. Оқуды бітірген кезінде жеңгем қыз екеумізге сыйлық жасап, бізді Стамбулға жіберген. Сол Стамбулда болдық, ары қарай Мәрмәр теңізіне бардық. Солай бірінші түрік елін саяхаттаудан бастағанмын. Саяхатыңызды ең керемет қаладан бастапсыз. Расымен де алғаш рет шетелге шыққан кезде, басқа елді, жерді көрген кезде ішкі жан дүниеңіз бір 180 градусқа ауысып кететін сияқты. Қандай әсерде болдыңыз? Әрине. Үлкен әсер алып қайттым. Ойымды да өзгерттім деуге болады. Неге? Өйткені біз шетелге шыққан кезде тек қана тамсану емес, олардан бірдеңе алсақ, олардан көрсек. Өйткені ол кезде 2002 жылы біздің Қазақстан даму, былайша айтқанда, баспалдағына енді шығып жатқан кезең болатын. Біз өзімізге өзіміз енді келіп, есімізді жинап, ел болып есігімізді түзеп жатқан уақытта біздің жастардың бәрі шетелге жіберуі біздің елбасымыздың тегінен тегін емес. Неге? Біздің қарқынды дамуымызға осы үлкен үлес қосты деп ойлаймын. Жастарды болашақ арқылы, шетелге жіберу арқылы елімізге біз өте үлкен жаңашылдықтар алып келдік. Қаншама елде болып жатырмын, қаншама жерді көріп жатырмын, біздің Қазақстан ешқайсынан кем дамып жатқан жоқ.
мен осыған қуанамын. Біз барғаннан кейін міндетті түрде салыстырамыз ғой, енді іштей болсын, сырттай болсын, тамсанамыз. Сол кезде мен әрдайым келген сайын айтатыны, біз ешкімнен кем емес екенбіз, біз дұрыс бағытта келе жатыр екенбіз деген ой. Дұрыс айтасыз, толықтай қосыламын. Айнұр ханым, шетелге саяхатқа шығу үшін қалай ойлайсыз? Турагенттіктерге жүгіну керек пе? Әлде бір сөмкеңді алып, Диана айтпақшы, құлақ қапты құлағыңа салып алды, тек қана паспортыңды алып, бірден қалаған жағыңа кетіп қалу дұрыс па? Бізде қазір мынау былайша айтқанда интернет ғаламтор дамыған заман ғой. Бізде барлық ақпарат бар. Қай елге барғың келсе, сен сол жерден билет алда, ұшып барып, өзіңіз үйден ақ, былайша айтқан кезде қонақ үйді жалдап, үйден ақ бәрін жасай беруге болатын жағдай туындаған. Егер сіз жолдасыңызбен ғана үлкен адамдар болсаңыз, мен тек қана осындай саяхатты ұнатамын. Өйткені сіз мұндай саяхатқа шыққанда турагенттіктің сізге берген мынау шектеулерінен ада боласыз. Сіз өзіңіз білесіз, ерік өзіңізде, қайда барасыз, кіммен барасыз, кіммен кездесесіз, қандай қонақ үй таңдайсыз. Бәрін сіз интернеттен, ғаламтордан көріп алып, таңдауды өзіңіз жасайсыз. Ол өте қызық. Сіз онымен қоса ақпарат жинау арқылы сіз ол елді бармай жатып танып аласыз. Ал енді турагенттіктен қай уақытта аламыз? Ол біз балаларымызбен шыққан кезде. Өйткені біз ол жерде, былайша айтқанда, көбінде мынандай подводный камни дейді ғой, орыстар. Содан қашамыз, балалармен барғаннан кейін біз олармен жайлы болса екен, ыңғайлы болса екен, тамағы татымды болса екен, балаларымызға жататын орнымыз ыңғайлы болса екен деп. Ал егер сіз өзіңіз жалғыз үлкен адамдар барса, олар кез келген уақытта қонақ үйді ауыстыра салуға болады. Мемлекетті де ауыстыра салуға болады. Ал баламен сіз, мен 4 баламен шығам, мәселен, ондай кезде ары-бері көп қозғалыс, мәселен, былайша айтқанда болмай жатады. Көре-көре көсем боласын, сөйлей-сөйлей шешен боласын дейді. Расымен де бүгінгі күнге дейін көптеген елдерде болдыңыз. Шетелге шыққанда белгілі бір ережелер бар. Алдын ала сіз ақшаңызды реттейсіз, билет сатып аласыз, сонымен қатар осы сәтте айта кету керек, өзіңіздің шетелге шығатын мүмкіндігіңіз бар ма, құжат бойынша, арест деген бар ғой. Осы жайлы айтып беріңізші, шетелге шыққысы келгісі келетін адамдар қандай қателік жібермеу керек? Ең бірінші, әрине біз салығымызды төлеуіміз керек. Үй салығы және көлігіміздің салығын, ол біздің мемлекет жайден-жай жасап жатқан жоқ, оны біз үшін жасап жатыр, былайша айтқан кезде. Яғни заңның аясынан шықпау керек. Сосын паспорт. Міндетті түрде біз көбінде естіп жатамыз, тура баратын кезде жасап жатады паспорттарын. Не болмаса оның мезгілі өтіп кетіп жатады. Егер де 6 ай қалса, ол паспорттен шыға алмайсыз. Сондықтан шетелге шығам деген ой келгеннен бастап, бізде санамызда біз бір ой жіберсек, ол міндетті түрде орындалады ғой. Ой жібердіңіз ба, бірінші паспортыңызға қараңыз. Паспортым дұрыс па? Паспортыңыз дұрыс болса, ары қарай визаны реттеуге кірісу керек. Ол қанша тұрады, қанша уақытқа жетеді, барғаннан кейін оны аэропортта жасайсыз ба, әлде ол Қазақстанда жасауын керек па? Өйткені кейбір мемлекетте біз 3 айлық визаны сол аэропортта жасап аламыз, ал кейбір мемлекеттерге бізде осынан жасап кетуіміз керек, яғни елшілікте жасауымыз керек. Осының айырмашылығын біліп алған жөн. Мұндай сұрақтарды біз Google-дан таба аламыз. Барлық сұрағымызға жауап толып тұр. Не болмаса кез келген турагенттікке хабарлассаңыз, сізге толық ақпарат береді. Сатпай ақпарат береді, тегін ақпарат береді. Өйткені бізде қазір барлығы, шын айтқан кезде, сіз бір рет турагенттіктен алмасаңыз, келесі жолы алуыңыз мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан мұны турагенттер өздерінің маркетингілік жолы ретінде, олар міндетті түрде кез келген адамға ақпарат беруге әрдайым дайын. Айнұр ханым, сіз нумерологсыз, жақсы осы ғылымға байланысты кеңестер бересіз, көптеген халықтың көзін ашып жүрсіз. Өзіңіздің саяхатыңызды осы нумерологияға байланысты ұштастыратын кездеріңіз бола ма? Мына күн жайлы болып тұр, жолға шығуға деген сияқты. Жалпы өзіңіз осы жағын қалай реттейсіз? Жалпы менің өзімнің нумерологиямда, өз санымда, ол 5 саны. 5 саны бұл саяхат саны. Менде жоқ. 5 саны, бұл біз айтамыз, бұл тағдыр саны. 5 болып шыққан кезде, бұлар өте саяхатқа ашық адамдар. Мен қай елге барсам да тамағынан, былайша айтқан кезде, қатты қиналмаймын. Керісінше бәрін жеуге, бәрін дәмін татып көруге, мәселен, Тай еліне барған болсаңыздар, енді Тай ел бізге қазір ең қолайлы елдердің бірі болып тұр. Крокодилдің еті, жыланның еті,
жеркенбейсіз ғой. Жоқ, барғаннан кейін менімше оның бәрін көру керек сияқты болып көрінеді. Ақыры келіп тұрғаннан кейін елдің мәдениетімен танысу үшін олардың тағамдарында жеп көруге тырысамын. Ал экстремге қалай қарайсыз? Мен де сондаймын, бәрі таңғалып жатады, сен құрт құмырсқадан бастап, біз білмейтін нәрселерді жеуге дайын-ақ тұрасың деп. Өз басым шетелге шықсам, міндетті түрде қасымдағы қыздардың мазасын алам. Барып суға секірейік, оның астына түсейік, арнайы автокөліктермен жүрейік деген сияқты. Бірақ олар қашқақтайды. Ой, Диана, ол бізге қызық емес деп. Сіз экстремалды демалғанды ұнатасыз ба? Дұрыс қой. Мәселен, нумерология бойынша қорқақ адамдар бар өздері. Онда экстремнен қорқатын адамдар бар. Оларды мәселен қорыққанға қос көрінеді дейді. Олар міндетті түрде байқасаңыздар, қорқа беретін адамдар міндетті түрде сол нәрсеге ұшырайды. Міндетті түрде. Өйткені ол шақыра береді ғой. Ол шетелде болсын, Қазақстанда болсын, басқа жерде болсын, ол миымен оны шақырып тұрады. Есімде осы Перу еліне барған кезімізде біз Амазонкада болдық. Өте енді білесіздер, джунгли, орман, адамның былайша айтқанда жүруіне үлкен мүмкіндіктер жасалмаған, бірақ біз орманның ішіне барғанда менің қасымдағы құрбым кешке шейін жаңағы былайша айтқанда личинкалар дейді ғой, солардан қорықты. Өйткені сол өте қауіпті екен. Содан қорқам деп секіріп жүрген, ешкімге кірмеген сол жерде 20 адам именно сол қызды таңдаған. Өйткені ол содан қорқып барды, ақпаратты біліп алды. Қанша жерден ол өзін сақтағанмен, үсті басының бәрін жауып, шалбар киіп, нәски киіп алғанменен, сол қауіп сол қызға бұйырды былайша айтқан кезде. Бірақ әрине одан ештеңе болған жоқ, ол қыз жазылып кетті. Сондықтан да қандай бір экстрим түрі болған кезде де шын айтқан кезде ол керісінше сіздің қаныңыздың деңгейінің өсуіне, мәселен, адреналин. Осыны алу адамның былайша айтқанда қорыққан кезде қорыққан нәрсесін жасау арқылы. Не істедіңіз? Парашюттен секірдіңіз бе? Секірдік. Дубайда. Және Түркия елінде де, сондай-ақ Таиланд елінде де. Судың астына түстіңіз? Шарм-эль-Шейхте судың астына түстік. Өте керемет. Шын айтқанда ғажап. Акуланы көрдіңіз бе? Көрдік. Астымыздан скаттар, акулалар өтіп жатты, өте әдемі. Енді табиғаттың тылсым күші керемет қой, оның барлық кереметін жеткізу үшін бір бағдарлама жетпес, бірақ теңіздің үстінен көрі астына ғашық болу дегенді мен Шарм-эль-Шейхтан көрдім. Ол жақтағы әлем, ол бөлек әлем. Онымен тілдесу, ол бөлек дүние. Сондықтан барлықтеріңізге кеңес берем. Одан өліп қалып деген ешкімді естіген жоқпыз. Бәрі тірі қайтып жатыр, Аллаға шүкір. Айнұр ханым, енді көптеген мемлекеттерге барып саяхаттаңыз. Жұмыспен болсын, болмаса отбасыңызбен бірге. Бірақ әлі де осы мемлекетті көргің келеді, армандаймын деген жерлер өте көп шығар. Бірақ сіз барған мемлекеттердің шынымен де, расымен де қайсысы сізді таң қалдырды? Қазір енді Құдайға шүкір, көп біздің ойлау шегімізден ары қарай шығып кеткен, мысалға Исландия аралдары, қандай керемет. Африкаға мысалға көп адам қорқады, барғысы келмейді, бірақ та дегенмен де ол жақта да сервис өте жақсы дамыған, туристерге жағдай жасалынған. Әрине, біздер бір демалысымызда көбі енді біздің Қазақстанда қазір адамдардың барлығы кәсіппен айналысып, барлығы өздеріне өздері тәуелді адамдар емес. Сондықтан біз бір демалыс алған кезде адамдар жақсы демалғысы келеді, дұрыс па? Барып, жақсы сервис алғысы келеді. Ал сіз айтып жатқан мемлекеттерге барғанда, жаңағы Диана айтқанда экстримдер бар. Яғни, оларды не күтіп тұр, не істеймін, шашап қалмаймын ба, одан сайын жүйке жүйеме әсер етпей ма, ол кері әсер етпей ма деп, әрине адам ойланады. Ол біріншіден қаржы жағы, екіншіден өзінің денсаулығын ойлайды, үшіншіден уақытын тиімді пайдаланғысы келеді. Әрбір адамның өзі шетелге шыққан кездегі ойы осындай болады. Мұндай кезде мен айтар едім, жалпы біз Түркияға қазір көп барамыз. Өте көп қазақстандықтар барады. Таиландқа барамыз, Шарм-эль-Шейхқа барамыз, Дубайға барамыз. Бір уақыт өзі кезең келеді. Өзің ашыласың. Бұл елдерден жалығасың, басқа елдерде көргің келеді. Пісіп жетілу керек. Пісіп жетіліп, менімше ол өзінің уақыты бар, уақыты келеді, сол уақытта міндетті түрде барады деп ойлаймын. Ал
қазір бізде Африка елдеріне көп саяхатқа келемен жарыда, көп шығып жатыр. Менің жақында бір құрбым кетіп жатыр. Олар Непалға барамыз, одан ары қарай тауға шығамыз, Гималай тауларына шығамыз деп. Қазір адамдар бізге саяхаттың ашылғанына көп болған жоқ қой. Ақырындап сана сезімдері мынау сервистен гөрі жаңа экстремге қарай, жаңашылдыққа қарай өрлеп бара жатыр. Сондықтан меніңше енді ол жылдан жылға көбеймесе азаймайды. Сәттілік тілеймін бәріне. Айнұр ханым, жақсы білеміз, армандар орындалады дегенге сіз толыққанды сенесіз. Экранның ар жағында отырған көптеген көрермендеріміз әлі де бір рет шетелге шықпаған. Және ондай ой да жоқ. Өйткені ақшаны қайдан табам, шетелге тек қана байлап шығады деген ойлар бар. Осындай сәтте бірінші неден бастау керек? Бірінші неден бастау керек? Бірінші өзіңді сүюден бастау керек. Маған не керек? Жалпы бізде қазақтар енді өзіміз ғой, енді менде де бұрын ол болғанда, біз бір демалысқа шықсақ, ақшамыз пайда болса, біз үйімізге жөндеу жұмыстарын жүргізе бастаймыз. Ол бізді физикалық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан өте шаршатады. Сіз келесі жұмысыңызға шыққан кезде, сіз ешқандай қанаттанбайсыз одан. Мүлдем қанаттанбаймыз. Ал өзге ұлт өкілдері, мәселен, орыс ұлтымен біз өзімізді қатты салыстырамыз ғой, қалай не десек те. Олар демалыс уақыттарын міндетті түрде бірінші саяхаттан бастайды. Ол міндетті түрде шетел болмай қойсын, Қазақстанның іші болсын, не болмаса, мынау Қырғыз мемлекеті бар қасымызда, я. Ресейде қаншама күшті жерлер бар. Өзбекстан, Самарқан қандай күшті ашылып жатыр. Мен өз басым бардым, расменде 300 ақш долларым ба құрттық. 3 қалаға бардық. Сана сезімдерінде үлкен өзгеріс болады. Адамдар соны әлі ұқпай жатқан сияқты. Біз көбінде ақшамызды тойға жұмсаймыз, немесе жөндеу жұмыстарына жұмсаймыз. Бірақ оған қанаттанбаймыз. Қанаттанбаған адам... Яғни, мысалы, айлығы 100 мың теңге қызды аламыз. Ай сайын егер ол 15 мың теңгеден жинап жатса, бір жылда, яғни демалысқа ақшаны жинап алады ғой, Жалпы ақша саяхатқа шығатын кезде бірінші ақшаны емес, қай мемлекетке барам дегеннен бастаған дұрыс. Мәселен, қазір бізде армандар картасы деген өте сондай дамыған, барлығы жасап жатыр, Армандар картасын осыдан 13 жыл бұрын жасағанда жолдасымыз екеуміз бірнеше мемлекетті салып қойғанбыз. Ол кезде ақшамыз жоқ еді, бірақ міндетті түрде барамыз. Уақыт өте орындалды ғой? Орындалды. Айнұр ханым, өкінішке орай уақытымыз аяқталып қалды, сізбен сұхбатымыз тамаша басталып, тамаша аяқталған сияқты. Расымен де, құрметті көрермен, армандар картасынан бастаңыздар. Армандар картасынан бастаңыздар, бүкіл мемлекеттерді жазыңыздар, қайда, қалай барғыларыңыз келеді. Міндетті түрде саяхаттап шығасыздар. Сізге үлкен рахмет, студиямызға келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге.